Таныстырып кетсеңіз. Саламатсыз ба? Жалтырбаева Рауан Серікбайқызы, Жұбанов университетінің қабылдау комиссиясында жұмыс жасаймын, яғни кәсіби бағдар беру және қабылдау комиссиясы бөлімінің басшысы. Біз Ойыл ауданынан келіп отырық, форумға байланысты. Сіздерден сұрайын деп едік. Көбінесе осы Жұбановқа балалар көп түседі деп естідім жыл сайын. Көбінесе қандай мамандықты таңдайды олар? Негізінен былтырғы және соңғы 3 жылғы статистиканы алып қарасақ, ең көп тапсыратын мамандық бұл құқықтану мамандығы. Бізде қоғамда айтып атады, экономистер мен юристер көп деп. Шынымен де қоғамда көп болса да, бірақ сонда да сұраныс жоқ болса да, ол мамандыққа балалар көп тапсырады. Бірақ оқу бітірген балалардың бәрі жұмысқа орналасып жатыр. Қалай мамандық таңдауда қателеспеуге болады? Қандай мамандықты таңдаған дұрыс? Көп адамның жалпы мамандық таңдауда қателесетін себебі көпшілігі мүмкіндігі көп мамандықты іздейді. Өзің икеміңіздің қай салаға сәйкес келетіндігін білмесеңіз, өзіңізге жан ашиды деген мұғаліміңіз, ұстазыңыз, әке шешеңіз, достарыңыз, солар жинап алыңыз да бір 10 шақты адамның пікірін сұрап көріңіз. Түрде өсіп дамығыңыз келсе, мықты тұлға болғыңыз келсе, оқумен қатар жұмысты алып жүріңіз. Бірінші мамандық таңдайтын кезде өзіңіздің жүрегіңізге жақын мамандықты таңдаңыз. Болашақта осы мамандық бойынша жұмыс істейсіз бе? Жұмыс жасаймын, себебі грант обязательно жұмыс жасау керек деп айтады. Бірінші курста басында ұнаған жоқ, ол курсқа келе. Тест сұрақтарды оқыған кезде, сол кезде ұнады, жақсы маманда екен, оказывается. Металл болудан қай кезіңізде бастап? Мен қызыққан жоқпын, ойламаған жерден түстім. Қайырлы күн, құрметті достар. Ендігі біз осы айдар аясында Қазақстандағы, жалпы біздің Ойыл ауданымыздағы мақтанышымыз Жас Вундеркинд Аршат Ораздан сұхбат аламыз. Ендеше скайп арқылы оған хабарласайық. Мамандық бойынша жұмыс істеп отырсыз ба? Және таңдаған мамандығыңыз қандай мүмкіндіктерге жол ашады? Я шынымен қазір өзім қалаған мамандықта жұмыс істеп жатырмын. Демі адам мысалға өзіме ұнамайтын болса жұмысы, ол жұмыста ешқандай нәтиже алмайды. Жаңа өзім істеп жатқан жұмысым өзіме ұнайды. Осы салада түрлі жетістіктерге жеттім және қолымнан келгенше интернетінде де өзім үлесімді қосып Форум бойынша келіп отырмын. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Есім мамандық формат. Администратор сияқты, иә? Осы бас әкімші дейді, қазақша айтқанда әкімші, бас әкімші. Сіз осы актерға келетін кезде өзіңіздің мамандығыңызбен жүрдіңіз, әлде таңдаған мамандықпен жүрсіз бе, неғып? Бітірген мамандық? Иә, мен 2011-15 аралығында Астана қаласында Қазақ ұлттық өнер университетінің музыкалық театр әртіс мамандығын бітірдім. Актерский, бір сөзбен айтқанда. 3 жыл театрда істедім Астанада. Қазір енді Россияда Саратов қаласында менеджмент мамандығында магистрда оқып жатырмын. Соған бір жағынан практика ретінде өзім кішкене жұмысым. Негізгі мен басқа бітірген мамандығым актер. Бірақ бұл да театрдың айналасы болғасын, осы мамандықты оқып жатқаннан кейін бас әкімші ауыстым, бас әкімшіге. Осы жасап жатқан жұмысыңыздың қызық осы жүреді ғой, дайындық кездерінде қандай қызық сәттер болады көбінесе, жаңағыдай келеңсіз жағдайлар болады деген сияқты жұмыстық кезінде. Актер мамандығын бітірген адамдар біледі, өйткені бір
нормированный график жоқ. Таңертең жұмысқа келсең, түнге дейін істеу мүмкіндігі бар. Өйткені сен театрға келесің, актер болсаң егер, ол роль алғаннан кейін өзің ізденесің. Ол ізденген, ол саған күндіз келе қоймауы мүмкін. Бүкіл үлкен творческий адамдардың идеясы негізінен кешкілік келеді, түнде келеді. Түнде фантазияң ояна бастайды, сондықтан түнімен қалып та жасайтын кездер болады. Сондықтан қасында соның бәрін түсінетін жанында адам болса, ол жақсы. Қызықтары өте көп, қызығы деген енді сенің өмірің бір жерде өтпейді. Мысалы, көп жерді аралайсың, көп адамдармен танысасың, көптеген әлемді мойындатқан адамдармен танысып, олармен бірге жұмыс істейсің. Өзімнің карьерім, 3 жылдық карьерамда да болды. Францияның керемет режиссерлары, вокалистермен жұмыс істедім. Осының өзі бір қызық. Біздің саланың бір қызықтығы осында. Әртүрлі жерге саяхат. Енді қызығы мен шыжыға деген енді әрқашан бұл салада конкуренция бар. Мысалы, бір рөлге жоқ дегенде 2-3 адам түседі. Оның үстінде бақша болма дейді. Кім өзін көрсете алады. Енді әр салада сондай ғой, бірақ бізде әрқашан осылай жүріп отырады. Әр спектакльге 3 адамнан, 4 адамнан бір рөлге түседі. Қайсысы мықты, сол алып шығады. Рахмет. Көп. Хорошо, сіздерге сәттілік. Рахмет. Құрметті, осы видеоны көріп отырған көрермендер, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап деп Абай атамыз айтқандай, мамандық таңдайтын болсаңыздар, өздеріңіздің қабілеттеріңізді ескеріп кетіңіздер. Сонда ғана кемел болашаққа қол жеткізе аламыз. Келесі олта, кездескенше.